Ештеңе жасауға мотивациям жоқ, күш қуатым бітті, энергиям қалмады дейтіндерге бүгін осы видеоны арнайтын боламын. Армысыздар достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен әдеттегенше Адияр Албай. Егер каналым ұнаса, лайк басып, коммент тастап кетсеңіздер болады. Бұл мен үшін өте үлкен мотивация. Ал біз бүгінгі тақырыпты бастаймыз. Неге энергия мүлде жоқ? Бұған 10 нақты себеп бар. Ең біріншісі ол мүмкін сіз сүйікті ісіңізбен айналыспайсыз. Яғни көбінесе ұнамайтын жұмысқа барасыз. Ұнамайтын жұмысқа барған кезде, сіз ұнамайтын затты жасаған кезде, сіздің энергияңыз толмайды, қайта азаяды. Сол себептен де сіз үйге келген кезде, қосымша әйел адам болсаңыз, үйдің тұрмыс тіршілігі, балалармен, одан тағы энергияңыз кетеді. Содан кейін сізде ешқандай мотивация қалмайды. Екіншісі, ол мүмкін сіздің бойыңызда қорқыныш, үрей көп. Мысалға, адам жақсы табыс табады, жаңағыдай жұмысы вроде ұнайды, отбасында бәрі жақсы, бірақ бала кезден қалып қалған бір қорқыныштар, үрейлер, сосын орысша айтқанда постоянно какой-то не дейді ғой, тревожность дейді ғой, яғни постоянно бірдеңеге қобалжу. Міне осы нәрсе адам бойында болған кезде ол өте көп энергияны кетіреді. Сондықтан да сізге жай ғана бұл ситуацияда қорқыныштармен жұмыс жасау керек. Менің YouTube каналымда қорқыныштар ол біздің миымыздағы ужастиктер атты видео бар. Ссылкасын описанияда тастап кетемін, қараңыздар, я. Оған бұл жерде көп уақытымды кетірмей қояйын. Үшіншісі, ол яғни тамақ. Бұл да өте маңызды. Яғни ми психологиядан басқа адам просто дұрыс тамақтанбай, оған витаминдер жетпеуі мүмкін. Яғни соңғы осы бір жылда мен тамаққа, денсаулыққа, витаминдерге өте көп үлкен мән бере бастадым, я. Сол себептен де ол шынымен көмектесетініне көзім жетті. Мысалға, 1,5 литр су ішу, шөп нәрселерді көп жеу, яғни зелень, жеміс-жидектер көбірек жеу, сорпалы тамақтар көп жеу, майдың сапалысын алу, яғни белок деген сияқты нәрселерге көп мән беру. Сол кезде адамда энергия болады. Даже адам бар ғой, суды дұрыс ішпесе, ол постоянно жаңағыдай тек қуырылған майлы тамақ жесе, оның ешқандай мотивация, энергиясы болмайды. Даже оның жұмысы жақсы болсын, табысы жақсы болсын да, бар нәрсенің бәрі болса да, егер оның организмі дұрыс жұмыс жасамаса, адамда ешқашан энергия болмайды. Және төртіншісі, ол адам мысалға өмірде ұнамайтын адамдармен көп араласатын болса. Кейде қарайсың ғой, мысалға үлкен отбасылар болады, ата енесімен тұратын, немесе қайын-ағалардың, қайын-інілерімен. Әрине олардың барлығы енді былай туысқан болып есептелгенімен, кейде адамдардың мінезі келіспей жатады, кейде ұнамай жатады, кейде өз еркімен бірдеңе жасағысы келеді, я, сүйікті бір ісімен айналғысы келеді. Бірақ іштей бір еркіндік болмайды, я. Үнемі күнделікті тұрмыс тіршілік, жаңағы тамақ дайындау, шай құю барлық адамдарға. Міне осындай нәрселер көбінесе энергиямызды прям жұтып алады. Сондықтан да мүмкіндігінше, егер сіз әлі тұрмыс құрмаған болсаңыз, немесе осындай ситуацияда болсаңыз, өзіңіздің дамуыңызға все равно уақыт арнау, я. Я понимаю, сіз сондай семьяда тұрып жатырсыз, жолдасыңызды сыйлайсыз, я, ол оның отбасы, сіздің балаларыңыздың тұқымы. Дегенмен де ол адамдарға түсіндіріп айту, ұнамайтын адам болса, онымен көбінесе контактировать етпеу, я. Көбінесе өзіңіздің дамуыңызға уақыт арнап, жеке өзіңіздің өміріңізді жауапкершілікпен алатын болсаңыз, көп нәрсеге күшіңіз қайтадан пайда болады. Сосын ең маңызды нәрсе ол перфекционизм. Мысалға, әйел адамдарда да, ер азаматтарда ол бар. Мысалға, бір нәрсені идеально жасағысы келеді. Немесе бір нәрсені жасап, екінші нәрсені жасап атқанда, оны бітірмегенше іштей тыныштық таба алмайды. Бірақ ол түнгі сағат 12-1 болуы мүмкін, яғни ұйықтайтын уақыт келсе де, ол соны бітірмегенше тыным таппайды. Әрине, ол мақсатқа жетудің бір жақсы жағы бар, но тем не менее, постоянно сондай тревогада өмір сүретін адамда ешқашан энергия қалмайды. Біріншіден ол дұрыс тамақтанбайды, дұрыс ұйықтамайды. Ол постоянно сол істі ойлап тұрады, ананы бітірмедім, мынаны бітірмедім. Бір жылдық бүкіл мақсатын, жоспарын ойлап жүреді. Это тоже отнимает очень много энергии. Сонымен қатар энергиясын үнемі біреуге бере беретін біреуге, отбасына, жұмысына кетіреді да, өзі сол энергияны толықтырмайды. Яғни демалыс күндері жаңағы үй тірлікпен кетіп қалады да, елдер көбінесе демалуға уақыт бермейді өзіне. Міндетті түрде аптасына хотя бы 2 рет өзіңіздің
ұйқыңызға, түсте бір ұйықтап алуға, немесе түсте ұйықтауға мүмкіндік болмаса, отырып демалып жақсы тамақтануға, просто кітап оқу, өзіңізге бір ұнайтын нәрсемен айналысу арқылы, яғни кетірген энергияны толықтыру тоже өте маңызды. Сосын бітірмеген істі үнемі ойлау. Мысалға, енді тіршілік болғаннан кейін бітірмеген заттар өте көп болады кейде. Ананы істемей қалды, қысық курткалар жуылмай қалды, аналар бітпей қалды, сабақтарымды до конца оқытпай жүрмін, өйтіп. Постоянно сондай бір тревогада бітірмеген ісін ойлап жүретін адамдардың энергиясы тоже кетеді. Сондықтан өткенмен және болашақпен емес, осы сәтпен, осы күннің қызықтарымен өмірді сүру өте маңызды. Тағы біреу ол бала позициясында өмір сүретін адам. Бала позициясында, яғни ол үлкейген болса да, әлі іштей бала. Яғни ол үнемі біреуге ренжиді, үнемі жылағысы келеді, үнемі оны біреу мақтаса екен, құшақтаса екен, яғни осындай нәрсе жетіспеген кезде адамға постоянно энергиясы кетеді. Ол, яғни өзіне емес, басқа адамдардың сол адамға көңіл бөлуіне көбірек энергиясы кетіп қалады. Және тағы бір үлкен мәселе ол бала кездегі травмалар. Адам егер бала кезінде өте көп психологиялық травма алған болса, ол өскен сайын ол немесе ауытқып қиын болып кетуі мүмкін, немесе ол жаймен онымен жұмыс істеп ретке келтіруі мүмкін. Сондықтан да балалық травмалар көп болса, осы YouTube каналымда бала травмасына қатысты, бала агрессиясы, өзіңіздің агрессияңыз, қорқыныш, үрейге қатысты видеолар өте көп. Ақтарып көрсеңіздер, біраз қызық ақпараттар табатын боласыздар. Сонымен бүгінге айтарым осы, достар, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер ұнаса, коммент жазып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде күнделікті барлық сұрақтарға жауап беріп отырамын. Ал егер сізде қандай да психологиялық көмек керек болса, яғни қорқыныш, травма, ақша потогына қатысты, бала психологиясына қатысты шешілмей жүрген мәселелер болса, онлайн консультацияға және офлайн авторлық консультацияларыма шақырамын. Ол үшін WhatsApp номер, ссылка описанияда бар. Міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен көріскенше күн жақсы деймін.